Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай қатпарлы, өте дәмді екі ағзатта тұратын қатпарлы қаттаманың рецебімен бөлісемін. Құрамы қарапайым қолжетімді заттармен жасалып, өте дәмді болып шығады. Рецеп ұнаса каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңыз. Қаттаманы жасау үшін 400 грамм суға жарты шай қасық тұз салып, ергенше араластырып, шетінен аз-аздап керегінше ұн саламыз. Қаттылау осындай қамыр илейміз. Иленген қамырды ие қанғанша 5-10 минутқа бетін жауып қалтырамыз. Дайын қамырды алып, қолмен баса отырып, оқтаумен тегістеп жайып шығамыз. Арасына жағатын майға 40 грамм тоң майды ертіп құйып, үстіне 50 граммдай сұйық май қосып, екеуін араластырып, қамырдың арасына жағып шығамыз. Май жағылған қамырымызды оқтауға орап алып, осылай етіп дөңгелектеп орап шығамыз. Оралған қамырларды бірден алып, қаттаманың формасына келтіріп жайып шығамыз. Қызып тұрған ыдысымызға май құйып, қаттаманы айналдыра отырып, осылай пісіреміз. Орташа отта пісіріп, қазанымыздың қақпағын жаба отырып, қаттаманы пісіріп аламыз. Достар, алдағы уақытта шығатын керемет жеңіл рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Нанның рецебі видеоның астында описание бөлімінде толық жазылған. Өте дәмді, міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіз.